Ал енді бізде Айдана есімді кісінің психоматрицасын есептейтін болсақ, ең бірінші әуелі бір-бірін қосып шығамыз, барлық сандарды нөлді қоспаймыз. Так, бізде 1 қосылған 1, қосылған 1, қосылған 9, қосылған 9, қосылған 4, тең 25. Екінші біздің жасайтын амалымыз 2 қосылған 5, 7. Үшінші біздің жасайтын амалымыз 25 минус 2, 1, 23, 4, 2, 3, 5. Ал енді 0, 1, 0, 1, 1994, 25, 7, 23, 5. Енді бірліктерді іздейміз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Екіліктерді іздейміз. 1, 2. Үштіктен іздейміз. 1 үштік бар, 4, 1. 5, 2. 6 жоқ, 7, 1, 8 жоқ, 2, 9 бар. Ал енді есептеп шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значит, бізде барлығы дұрыс жазылды. Ал енді қарап жіберіңіздер. Бұл жерде 3 бірлік көрсетілген. Яғни мінезі жуаста, қаталда емес. Керек кезінде 2 мінезде қолданылады. Бірақ бұл кісінің планетасы қатал, күн планетасының тұрғыны ғой, енді былай қарағанда. Сол планетада туылғандықтан әрдайым күн сияқты жадырап, жайнап жүретін жан. Кез келген өмірлік ситуацияға өзінің айтар ойы бар, және де оны жанындағылар оңайлықпен өзгерте алмайды. Бірақ егер өзі қателік жасайтын болса, қандай да бір дұрыс емес іс-әрекеттер кейіннен өзі біліп жатса, ол ойын өзгерте алады. Яғни қатып қалған бұл кісіде қағида жоқ, бірақ алдыға қойған мақсатына жетпей қоймайтын сондай бойында қайсарлық бар. Мінезінде жалпы сабырлылық та бар, өйткені 4 бар, көріп отырсыздар, Так, энергия өте жақсы, кез келген ортамен оңай тіл табыса алады, энергия бере де алады, энергия алады бұл кісі. 3 бірштік бар, интерес бар бұл кісіде. Жалпы 2 бестік бар, аналитика өте мықты, физика-математикадан негізі жақсы шарт ететін адам. В основном осы 2 бестікке қарайды, аналитик, кіріс шығысын может есептеп жүруі мүмкін. Егер есептейтін болса, өте жақсы жетістікке жетері анық. Туа бітті денсаулық бар, бірақ кішкене слабость болуы мүмкін. Әйел бақыты туылғаннан берілген, жолы болғыш, постоянно өзін қорғап, қоштап жүретін бір періштесі бар деп айтсам болады. Бірақ әрине өмірлік ситуацияларға байланысты жолы бола бермейтін уақыттарда болып тұрады, себебі жетіліктің күші аз, өздеріңіз көріп тұрғандай. Физикалық еңбекке қарағанда ойланып істейтін жұмыстарды өте жақсы атқарады, яғни қара жұмыстың адамы емес. 8 жоқ, семьямен қандай да бір байланыста дұрыс емес отношение болуы ықтималдылығы жоғары. Өйткені семьяға байланысты, енді бұл кісінің өзімен нақты диалог болып сөйлеспегендіктен мен нақты айта алмаймын. Память өте жақсы, тіл маманы, лингвистік бағытты дамытса болады бұл кісі. Молшылықта өмір сүрген өте қатты ұнайды бұл кісіге. Өзі жайлы басқа біреулер абсурд еткенін, төмендеткенін ұнатпайды деп айта аламын. Алдағы күндеріңізге сәттілік тілеймін.